Сәлем достар, мен Тока 7 Stars каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде Тока Бокадан новый обнова шықты, яғни новый обновление. Соны мен сіздерге көрсететін боламын, қандай заттар шыққан, сосын үйітте көрсететін. Достар, видеоны бастамас бұрын менің бірінші каналыма, яғни Кауси Стар каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ол каналда мен жаңа видео салым, Back to School туралы. Көріп, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып, және де колокольчик басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал мынау менің сіңілімнің каналы, мен сіңілімді қолдап тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де колокольчик басып кетуді ұмытпаймыз. Және де достар, менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, потом колокольчик батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де мен каналыма лайк басып и комментарий қалып кетіңіздер. Келесте қандай сериал бастауға болатынын идея қалып кетсеңіздер болады. Ал ендеше кеттік. Достар, Тока Бокадан новый обновление шықты, қараңыздар. Вау, новый үй, қараңыздар, әдемі ғой. Так, пора украшать деген тыңдаймыз. Построить. Ура! Новый үй шықты. Вау! Қараңыздар, кіреміз ішіне. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетеміз. Вау, достар, қарасаңыздар, неткен әдем новый үй. Қазір көрсетейін. Мынандай дәу даласы бар, күшті, прям андай эстетичный. Еще ар бетінде моресі бар. Еще мына жер мынандай. И мына осындай күшті. Прям әдем. Еще мына жақта лестницасы бар. Өстіп түседі, өстіп келесіздер. Прям күшті. Бұған даже үй істеуге болады ғой. Негізі кружоктарға арналған ғой. Кружок андай типа спортқа арналған ғой бұл үй. Так, көрсетейін. Бірінші мынандай кілем бар. Вау, прям әдем. Андай эстетично ғой, күшті. Вау, достар, қарасаңыздар, мына жақта бассейн. Ух ты, бассейн шықты, мынандай әдем. Так, келесі бізде мынандай не? Осындай сумочка. Потом бізде келесі кухняға келейік. Так, кухняда мындай холодильник бар. Вау, достар. Мәссамындай напитоктер бар. Еще мындай чипсы и маршмеллоу. Еще банан бар екен. Әдем, холодильниктің іші де сырты. Еще мына жақта мынандай кофе бар екен. И мына жақта мынандай әдем стакан бар. Прям еще мынандай жаңағы напиттер бар екен. Әдем екен, күшті. Келесі бізде мына жақта мынандай отыратын орындықтар бар екен. Вау! Әдем ғой, прям. Еще мынандай да бар екен, жолды түрінен. Мынандай еще скамейка түрінен де бар екен. Вау, достарынан қараңыздар, мынандай әдем отыратын орындық бар екен. Күшті ғой, той. Міне естіп отырасыздар. Вау! Еще мынандай да, прям күшті ғой. Мынандай обновление прям күшті екен. Тока ризамын ше, күшті, прям күшті обновление істеген ғой. Осындай шетін сусындармен әдем. Так, келесі көрсетейін. Келесі бізде так. Мынаяқта мындай әдем свет бар екен. Вау, мына қарасташ. Ух ты, мына қараңыздар, әдем прям. Мындай эстетичный ғой. Күшті прям. Так, келесі бізде мынандай светтем де бар екен. Осындай. Мынандай жапырақтармен. Бұл да тоже күшті ғой. Әдем боп, сары цветінен жағынады екен. Мынау ше. Бұл да вау! Мынаны далаға қойсам болады ғой. Өте әдем екен. Маған қатты ұнады, күшті. Келесін көрейік. Келесін мына жақта не бар екен? Вау, мына жақта қараңыздар, достар. Мына жақта радио бар екен. Осындай әдем. Subway Surfers'і бар ғой, білесіздер ме? Кім біледі? Соны комментарий жазып кетіңіздер, білетіңіздер болса. Вау, мынаны қараңыздар, мына жақта бояйтын бар екен ондай. Типа Subway Surfers'тегі бояйтын не ғой. В общем, стена бояйсың бұл жақта, осылай. Мынандай жек боядым. Әдем, өстіп өзің не боядың білесің, өзің әртүрлі цветтер, мына жақта цветтер таңдайсың. Еще мына жақта астында краска бар екен, мынандай белый и черный цветінен. Так, бүйтіп жазайық. Тока и 7 Stars
Stars дегеніміз жұлдыз, 7 жұлдыз. Вау, достар, қараңыздар, әдемі. Еще мына жақтан мындай киім де бар екен, өзінің арнайы. Осындай маскамен өйстіп тағып қоясыздар, күшті екен. Так, мынамен бояп қойын, мына сары цветінен. Так, өйстіп тока. И 7 stars. 7 жұлдыз. Тока 7 жұлдыз. Әдемі, мә күшті ғой, прям. Так, келесі қандай нелер бар екен, көрейікші. Дайте. Так, келесі көрейік. Ух ты, мына мынандай баночка да бар екен, осындай черный цветінен. Өйстіп украшать етесіздер. Потом, так, не бар? Вау, достардан қараңыздар, велосипед бар. Еще мына мындай топтар бар екен. Мынандай баскетболға арналған кольцо. Еще мына велосипедтің басқа киетін шлемі. И мына отыратын стол. И мына сундук. Қазір ішінде не бар екен көрсетемін. И мына мынандай скейт, ролик, велосипед айдағанға арналған типа паркур жасайтын не ғой. Атын білмейткем. Қазір көрсетейін. Міне велосипедке естіп отырасыздар да. Мынандай шлем бар еді. Осындай күшті. Ал енді велосипедті айдап көреміз. Міне мына осылай айдайсыздар. Вау, достар, қараңыздар. Еще мына мындай паркур жасайсыздар. Велосипедпен күшті екен. Енді, так, мына не бар екен көрсетейін. Мына баскетбольный доп бар осындай. На кольцоға саласыздар. Осылай мына отыратын орындық бар. Күшті, прям әдемі. Еще мына не бар? Так, мына отыратын орындық бар. Сундук еді ғой. Вау, достар, қараңыздар, мына мынандай скейт бар. Әдемісіне. Так, скейтті тұрып алайын. Тек айдалынбай тұр, қас. Болды. Мынан қараңыздар, естіп скейтте айдайсыздар. Естіп күшті. Прям әдемі екен скейттер еще. Еще мынандай түрінен де бар. И мынандай да түрінен де бар екен. Мына волейбольный доп. Мынау гандболға арналған. Мынау теннис, мынау футбол. Мынау тоже волейбольный доп. Мынау жаңақ тенниске арналған кішкентай добы. Прям күшті екен. Так, келесі бізде мына мынандай волейбольный сетка бар екен. Волейбол ойнауға арналған. Ал мына футбольный ворота бар екен. Еще мынандай да бар екен. Бұл, по-моему, скейтке арналған. Так, тағы мынандай да бар екен. Қараңыздар, достар, мына ішінде бар екен. Мынандай йога жасауға арналған кілем бар екен. Үстіп йога жасайсыздар. И келесі бізде мынандай гантельдер бар. 15 килограммдық, 10 килограммдықтан бар. И 5 килограммдықтан да бар екен. Еще мынандай түрінен де бар. И мына кішкентай түрінен де бар екен. Прям күшті. Ой, еще жатады екен мынадан да. Так, келесі бізде мынаяқтан көрейік. Бұяқта не шықты? Вау, достар, қараңыздар, шына күшті ғой, прям. Мынандай палатка. Прям эстетичный. Көрсетем қазір. Ура! Осы ғой, осыған бола обновлять етімі тока боканы. Прям күшті ғой. Қазір көрсетейінші. Үстіп ашамыз. Прям фалский. Мындай тем жастықтармен үстіп отырасыздар. Еще мынандай светі де бар. Вау. Прям күшті ғой. Мындай мына секретный не бар екен ғой. Мен енді білдім бұнынша. Байқадым да, сол басылама екенін көрдім. Мынандай свет бар екен, әдемі, желтый цветпен жанады, күшті прям. Так, келесі бізде мынандай тостер бар. Тостер деп ғой. Барбекю, осындай бекон пісіруге арналған осындай зат бар екен. Келесі көрсетіп жіберейін. Келесі так. Не бар? Достарынан қарасаңыздар, мынандай пикникке арналған плед бар екен, әдем, прям күшті. Прям күшті, андай эстетично, күшті, прям ұнады. Қараңыздар, еще мынандай светильник бар екен, өйстіп іліп қоясыздар. Осындай әдем болып жанады. И сосын келесіде мынаяқта еден бар екен, осындай әдем, осындай түрінен де бар. Потом мынандай
жасыл катсон бар гүлдермен, прям күшті. Еще мындай серия түрінен, и мынандай түрінен де бар екен. И обойларды көрсетіп жіберейін. Осындай түрінен бар, осындай әдем жасыл, и потом мынандай кирпичный, еще мынандай түрінен де бар, и мынандай оранжевый түрінен де бар. Прям әдем, күшті, прям осы обнова маған қатты ұнады. Прям күшті екен. Әсіресе палаткасы ұнады маған. И еще бассейні де ұнады, бассейнмен бірге. Прям күшті обновление. Ал достар, осымен видеомыз аяқталайын деп жатыр. Келесіде қандай сериал түсіруге болатын комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Және де мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, и колокольчик батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.